Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 3-ші сыныптың 10-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Бірінші тапсырма. Берілген өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады? Бір бағанға санды өрнектерді, ал екіншісіне әріпті өрнектерді жаз. Санды өрнектердің мәнін тап. Балалар, біз бірінші бөлікке санды өрнектерді жаздық. Яғни ішінде әріпі жоқ, тек қана сандары бар өрнектерді жазып шықтық. Және мәндерін таптық олардың. Екінші бағанға әріпті өрнектерді жазып шықтық. Келесі екінші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 1 метр тең 100 сантиметр, 1 дециметр тең 10 сантиметр және 1 метр тең 10 дециметр қағидасын еске ала отырып, біз осы есепті өлшем бірліктеріне өрнектеп жазып шықтық. Үшінші тапсырма. Өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап. А нұсқасында балалар 430 азайту 23 қосу 3 деп жақшаның ішіне жазып аламыз. Тең болады 430-дан 23-ке 3-ті қосқанда 26 болады. Азайтамыз 26 деп жазамыз. Сонда 404 шығады. Келесі А нұсқасы 250 қосу 360 азайту 60 деп жазып аламыз. Сонда 250-ге қосамыз 300-ді. Өйткені 360-тан 60 азайтқанда 300 қалады. Тең 550 болады. Келесі Б нұсқасында 300 бен 320-ның қосындысына 250-ді қос дейді. Демек 300 бен 320-ны жақшаның ішіне қосып аламыз. Сыртына қосу 250 деп жазамыз. Сонда 300-ге 320-ны қосқанда 620 болады. 620-ға қосамыз 250-ді. Тең 870 шығады. Келесі В нұсқасы 420 мың мен 30 мыңның қосындысынан 200 мыңды азайт дейді. Демек жақшаның ішіне 420 мың қосу 30 мың деп жазамыз да сыртына азайту 200 мың деп жазып аламыз. Сонда 420 мыңға 30 мыңды қосқанда 450 мың шығады. Одан азайтамыз 200 мыңды. Сонда 250 мың шығады. Келесі Г нұсқасы 700 мың мен 230 мыңның айырмасына 40 мыңды қос дейді. Демек жақшаның ішіне 700 мың азайту 230 мың деп жазып аламыз. Сыртына қосу 40 мың деп жазамыз. Сонда 700 мыңнан 230 мыңды азайтқанда 530 мың шығады. Оған 40 мыңды қосқанда 570 мың шығады. Келесі төртінші тапсырма есепте. А нұсқасында 39 қосу 2 дейді. Бұл жерде балалар 39 санының өзін разрядты қосылғыштарға жіктеп аламыз. Демек 30 қосу 9 қосу 2 деп жазамыз. Бұл жерге 9 қосу 2 деген бұлар екеуі де бірліктерге жатады. Демек 9-ды 2-ге қосқанда 11, 30 қосу 11 тең 41 деп жазамыз. Келесі 390 қосу 20. Бұл жерде 300 қосу 90 қосу 20 деп жазамыз. 90 мен 20 бізде ондықтар. 90-ды 20-ға қосқанда 110 болады. 300 қосу 110 тең 410 болады. Келесі 64-тен 7-ні азайтқанда 57, 640-тан 70-ті азайтқанда 570, 60-қа 23 қосқанда 83, 560-қа 23 қосқанда 583, 50-ден 21-ді азайтқанда 29, 750-ден 21-ді азайтқанда 629. Ә нұсқасында 560 см қосу 23 см тең 583 см. Келесі 560 см-ге 230 см қосқанда 790 см шығады. Келесі 750 см-ден 21 см азайтқанда 729 см шығады. Келесі 750 см азайту 210 см тең 540 см. Келесі 390 см-ге 20 см қосқанда 410 см шығады. Және соңғысы 390 см қосу 200 см тең 590 см. Бесінші есептің А нұсқасы. Есептің берілуі бойынша өрнек құр. Сырым өзенмен 129 метр, ал Санжар 195 метр жүзді. Санжар сырымнан қанша метр алысқа жүзді? Енді балалар осы есептің берілген жазып алайық. Бізде Сырым мен Санжардың жүзген метрлері белгілі. Сырым 129 метр, ал Санжар 195 метр жүзген екен. Енді осы есептің шешуінде үлкен мәннен кіші мәнді азайтамыз. Демек 195 метрден 129 метр азайтқанда 66 метр шығады. Жауабы Санжар сырымнан 66 метр алысқа жүзді. Ә нұсқасы өрнектерді берілген мәндері бойынша есепте. Бұл жерде Әнің мәні 187-ге тең, Б-ның мәні 234-ге тең және С-ның мәні 328-ге тең. Енді осы мәндерін орындарына қойып шығайық. 187 қосу 467 қосу 234 тең 888. Келесі 1000 азайту 234 қосу 328 тең 438.
Келесі 6-шы тапсырма. Берілген сандарды бос орынға кезекпен қойып, өрнектер жаз. 458 қосу, мына жерде бос орынға біз 64 санын қоямыз. 458 қосу 64, қосу 126. Бұл жерде балалар 64 пен 126-ның қосындысы 190-ға тең. Демек 458 қосу 190 тең 648-ге. Келесі 458 қосу, келесі бос орынға 122 санын қоямыз. 458 қосу 122, қосу 126 тең. Бұл жерде балалар 458 бен 122-ның қосындысы 580-ге тең, қосу 126 тең 706. Келесі 458-ге қосамыз, үшінші 52 деген санды қосамыз бос орынға. Және қосу 126 деп жазамыз. Бұл жерде балалар 458 бен 52-ның қосындысы 510 болады, қосу 126 тең 636. Келесі 458 қосу 134, қосу 126. Бұл жерде бос орынға біз 134 деген санды қойып шықтық. Бұл жерде балалар 134 пен 126-ның қосындысы 260, демек 458 қосу 260 тең 718. Келесі 458 бос орынға 4 санын қоямыз, қосу 126. Демек бұл жерде 126 мен 4-тің санының қосындысы 130-ға тең, 458 қосу 130 тең 588. Соңғы 7-ші тапсырма. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқан анықта. Бұл жерде балалар үш нұсқа берілген екен: А, Ә және Б. А нұсқасын есептеп көрейік. Бұл жерде Аның біріншісінде 15 қосу 12 тең 27 дейді мәні. Келесі екіншісінде 27 бөлу 9 тең 3. Демек А деген жерге бірінші 15 қосу 12-ні жазып аламыз және бөлу 9 дейміз. Өйткені екіншісінде бізде 27-ні 9-ға бөлгенде 3 шығып тұр. Келесі Ә нұсқасының біріншісінде 5 көбейту 8 тең 40, екінші 3 көбейту 8 тең 24, үшінші бірінші мәннен екінші мәнді азайтып тастаған 40 азайту 24 тең 16 дейді. Демек Ә деген жерге біз 5 көбейту 8 деп бірінші амал жазып аламыз. Және одан азайтамыз 3 көбейту 8 деп екінші амал жазып аламыз. Б нұсқасы. Бұл жерде ол 3-тен құралады екен. Біріншісінде 45 қосу 9 тең 54, екінші 28 бөлу 7 тең 4, үшінші 54 қосу 4 тең 58 дейді. Бұл жерде Б деген жерге бірінші нұсқан жазып аламыз, 45 қосу 9 деп жақшаның ішіне, және одан кейін екінші нұсқан жазамыз, 28 бөлу 7, оны біз қосамыз жақшаның ішіндегі амалға. Осылай деп жазып аламыз балалар. Осымен сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.